Баршаңызға сәлем, менің каналымның көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен екінің бірінде табылатын қан қысымы, яғни давлениемен ауыратын адамдарға қолданылатын 4 тағам туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Олай болса, менің видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалуды ұмытпаңыздар. Бірінші тағам долана. Долананы үздіксіз 3 ай бойы қолдансаңыз, қан қысымын орнына келтіріп, сонымен қатар қандағы қантты реттейтін болады. Екінші, бұл сарымсақ. Сарымсақты күніне 1 штугін жеп қолдансаңыз, қан қысымын реттеуге өте жақсы көмектеседі. Әрине, оны нанмен бірге жегеніңіз дұрыс болады. Сонымен қатар, бізде үшінші тағам бұл корица. Корицаны да сусын ретінде ішіп қолдансаңыз, қан қысымының қайтадан орнына келуіне үлкен септігі бар. Сондықтан корицаны да қолдануға кеңес береді. Төртінші, бұл бізде оливкей. Яғни оливкейді қолдана бастағаннан 4 күннің ішінде сіз өзіңіздің давлениеңіздің, қан қысымыңыздың орнына келгенін байқайсыз. Егер де ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.